шабуылынан құлап шығыс Түркістан мен Алтайға қоныс аударды. 10-12 ғасыр мемлекеттері Қарахан мемлекеті, мемлекет 9 ғасыр жартысына бастап 9 ғасыр жартысында бастап 12 ғасыр басына дейін өмір сүрген. Орта Азиядағы ірі орталықтардың мемлекеті болды. Мемлекетінің құрылуына негіз болған Қарлұқ конфедерациясы оған Шігіл, Яғма, Оғыз, Қаңлы сияқты тайпалар қосылды. Қарахан мемлекетінің билеушілері көбінесе Шігіл мен Яғма тайпаларынан тағайындалған. Құрылыс кезеңіне Сапық Боғыры ханға 915-955 жылдары ол саманилердің көмегімен Тарсу мен Қашқарды бағындырып, 942 жылы өзін жоғарғы қаған деп жариялаған. Мұса хан 960 жылы мемлекеттік діні ретінде исламды қабылдады. Қарахан мемлекеті еркін басқару жүйесін қабылдады. Жоғарғы билеушісі Хақан оның жанында уәзірлер мен әкімшілік аппараты болды. Мемлекет жер қызметіне және мемлекеттік басқаруға иқта жүйесін қолданды. Хандар феодалдарға жер бөліп, салық жинауға рұқсат еткен. 10 ғасырда бастап Қарахан мемлекеті Мауреннахрды бағындырып, саманилердің әлсіреуін пайдаланған. 1400-1500 жылдары Қарахан мемлекеті Мауреннахр жерін түгелдей өзіне қарапты. 11 ғасырда мемлекет шығыс және батыс қағанаттарына бөлінді. Батыс қағанат Мауреннахрға қатысты болса, шығыс қағанат баласағын Қашқар мен Жетісу аймақтарын басқарды. 12 ғасыр ортасында ішкі келіспеушіліктер мен сыртқы қысым, әсіресе Қорағатай шапқыншылар мен әскерінен Қарахан мемлекеті құлады. Қарақытай мемлекеті 1128-1213 жылдары мемлекет 12 ғасырдың ортасында Орта Азияда пайда болды. Олардың билеушілері Гүрхан деп аталды. Мемлекет аумағы Жетісу, Шығыс Түркістан және Мауреннахрдың бір бөлігін қамтыды. Қарақытайлар алғашқы кезде күшейіп, аймақтағы көптеген мемлекеттерге ықпал етті. 1157 жылы Хаджент маңында өткен шайқасты Қарақытайлар Мауреннахр билеушімен Махмұд ханды жеңді. Осы оқиғадан кейін олардың Орта Азиядағы беделі орта түсті. Дегенмен уақыт өте келе билігі әлсірей бастады. 1208 жылы Монғолиядан қашып келген Найман және күшлік Қоңырат Қарақытай жеріне келіп, біртіндеп олардың ісіне араласа бастады. 1210 жылы Хорезмшах Мұхаммед Қарақытайларға қарсы Самарқан билеушісімен одақтасып, Талас өңірінде оларға соққы берді. 1211 жылы күшлік пен оның серіктері Қарақытай Гүрханын тұтқынға алып, билікті қолына алды. Осыдан кейін Қарақытай мемлекеті әлсіреп, ақыры 1213 жылы өмір сүруін тоқтатты. Қарақытай мемлекеті Орта Азия тарихында ірі саяси күш болғанымен, ішкі қайшылықтар мен сыртқы қысымдардан нәтижесінде құлады. Пимақ қыпшақ бірліктігі
қимақтар мен қыпшақтар орта ғасырлық түркі халықтары, олардың қатынасы бірліктік, кейде одақ түрінде болған. Олар түрлі тайпалардан құралған, көшпелі өмір салтын ұстанған халықтар. 7 ғасыр қыпшақтар мен қимақтар ертіс бойында өмір сүрген. 9 ғасыр басында қимақтардың кейбір бөліктері жетісу жеріне қоныс аударған, оғыздарға көрші болған. Кейіннен қимақтар Орал, Арал, Каспий маңында және батыс Алтай, Тарбағатай, Алакөл аудандарына тараған. Қимақтардың федерациясы 7 негізі тайпалардан тұрған: Еймұр, Емек, Қыпшақ, Татар, Баяндыр, Ланикеу, Ажлар. 10 ғасырдың басында федерация құрамында 12 тайпа болған. Орталығы Хахан қаласы деп аталған бекініс және орталық мекен. Қимақ федерациясының басшысы Хахан болды. Оның маңында Хахан орынбасарлары мен басқа әкімшілік құрылымдар болды. Қимақтар мен қыпшақтардың қоғамында бай мен кедей айырмашылығы бар. Шіл мүлік, теңіз теңейдігі байқалды. 10 ғасырда бірнеше тайпалардың шабуылдары, ішкі тартыстар, алым-салықтың ауыр болуы сияқты қимақ мемлекетінің әлсіреуіне әкелді. Сондықтан Қыпшақ өзінің қоныстанған жерлерін тастап, Сырдария өзенінің бойындағы Аралдың батысы мен Каспийдің солтүстік өңірінде оғыздарды орындарынан қозғап, оларды оңтүстік және Қара теңіз далаларына көшіп баруға мәжбүр еткізді. Олар Сырдария, Қаратау бойындағы қалаларды өзіне бағындырды. 11-12 ғасырларда қыпшақтардың күшеюі және Шығыс Еуропа елдерімен, Византия мен Венгриямен шектеуі орын алды. Қыпшақ хандарының тәрбиесі мен күш-қуаты өсті. Қыпшақ хандығы 11 ғасыр басында Қимақ қағанатының құрамынан кейін құрылды. Қыпшақ атауы алғаш рет 760 жылы түркі рухани ескерткіштерде кездесті. 760 жылы түркі ескерткіштерде кездесті. Ал басқа деректерде олар 13 ғасырдан бастап белгілі болды. Бастапқыда қыпшақтар Қимақ қағанатының құрылысында болды, бірақ 11 ғасыр билік біртала Қыпшақ ақсүйектері әулетінің қамына көшті. 11 ғасыр қыпшақтар Сырдарияның ортасына және төменгі ағысын бағындырып, оғыздарды басқарды. Осы уақыттан бастап бұл аймақ Дешті Қыпшақ деп аталды. Кейін қыпшақтар Еділден алып Днепрге дейін жетіп, Қара теңіз жағалауы Шығыс Еуропаға қоныстанды. Орыс жоңғарлармен олар половецтер деп атады. Византия, Венгрия, Руспен тікелей қарым-қатынасты. Тіпті 1071 жылы қыпшақтар Кіші Азияға дейін жетіп,
Анатолыны жаулап алған. Қыпшақ хандығы шығыс және батыс қанат болып екіге бөлінеді. Шығыс қанат Қазақстанның негізгі бөлігімен ертіс өңірін қамтып, ордасы Сығанақта орналасты. Батыс қанат Жайық, Еділ, Дон бойын қамтыды. Орталығы Сарайшық болды. Билік әкеден балаға мұрагерлікпен беріліп отырды. Хандар ел бөрі руынан шығып, 11-12 ғасыр Қыпшақтар күшейіп, үлкен әскери күшке айналды. Алайда 12 ғасырдың екінші жартысынан бастап ішкі қайшылықтар күшейді. Хорезм шахтары Қыпшақ ақсүйектерімен туыстың байланыстар ортасында олардың ықпалын өздеріне тарта бастады. Хорезм шахы 1133 жылғы Қыпшақтарға ауыр соққы беріп, олардың әлсіреуіне жал алып, 1216 жылы Хорезм шахи Мұхаммед Қыпшақтарға қарсы жорық кезінде Торғай даласында меркіттерді қуып келе жатқан Шыңғыс хан әскерімен алғаш рет соғысты. Бұл оқиға монғолдардың қазақ жеріне алған аяқ басуы еді. 13 ғасыр басында монғол Қыпшақ шапқыншылығынан басталып, Қыпшақ хандығы біртала жойылады. Хазар мемлекеті 650 мен 969 жылдар болды. Хазарлар алғашқыда батыс түрік қағандығы құрамында болды. Дулу мен Нушеби тайпалары арасында бөлінуден кейін Нушеби құрамындағы хазарлар саяси тәуелсіздікке ұмтылды. Хазар мемлекеті шамамен 12 ғасыр басында Кавказ Еділ бойы, бүгінгі Қазақстанның солтүстік батысы, Азов, Қырым, сондай-ақ Еуропа далаларын қамтитын аумақта пайда болды. Мемлекет құрылым көп ұлтты болды. Құрамында түркі, славян, болгар алаңдар болды. Қоғамда әртүрлі діндер болды. Тәңіршілдік, христиан, ислам және әлеуметтік құрылымда хан, тархандар мен жергілікті билеушілер тұрды. Хазар мемлекеті бірнеше рет Араф халифаттарымен соғысқан. Бірінші негізі араб-хазар қақтығыстары 12 ғасырда басталып, арабтар Кавказ және солтүстік Кавказ арқылы Хазар жерлеріне шабуыл жасаған.